Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен Рамазан нанын, яғни Рамазан пиде нанын жасаймыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріңіздер. Ол үшін ыдысқа жылы суды, жылы сүтті және тұзымызды, қантты, аштығымызды, үстінен майды салып араластырып аламыз. Ұнымызды салып қамыр етеміз. Қамырымыз тым қатты емес, тым жұмсақ емес, орташа болғаны дұрыс. Міне менің қамырым дайын. Ал енді бетін жауып көтерілгенше жылы жерге қоямыз. Көтерілген қамырымызды ыдысымыздан алып, екі бөлікке бөлеміз. Дәл осы қамырдан, дәл осы рецепттен бізде 2 нан шығады. Бетін жауып көтерілгенше күтеміз. Көтерілгеннен соң тапамызға салып жасаймыз. Және бетін жауып көтерілуін күтеміз. Осылай қолымызбен жасап шығамыз. Және бетіне жұмыртқамызды жағамыз. Жұмыртқаның сарыуызы болса тіпті жақсы. Мен ақуызбен бірге араластырып жақтым. Бетіне қалауыңызға қарай күнжіт дәндерін немесе басқа да заттар сепсеңіз болады. Алдын ала қыздырылған пеште 200 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін, көңілдеріңізден шығады деген ойдамын. Міне достар, менің наным осындай болып шықты. Назарларыңызға рахмет, ас болсын.